Жылжымалы бухгалтерия. Нақты бір мысал келтіріп көрелік. Бірде азық-түлік сататын дүкеннің сатушысы ойламаған жерден жұмыссыз қалады. Бухгалтерлік бойынша азды-көпті жинаған тәжірибесін есіне түсіріп, сатушы бухгалтерлік курсқа жазылады. Сөйтіп, бухгалтерлік жүйе бойынша соңғы жетістіктермен танысумен қатар іс қағаздарын жүргізу және бизнес саласы бойынша қосымша білім алады. Аз ғана ақшаға өзі жұмыс істеген дүкеннен бастап 100 шақты шағын бизнес өкілдерімен олардың есеп-қисабына көмектесу арқылы келісімшартқа қол қояды. Бұл ой табыс әкеліп, әлгі әйел жеңіл жүк машинасына жылжымалы кеңсе орнатып, оны заманауи жабдықтармен жабдықтайды. Онда еңбек ететін бухгалтерлер мен көмекшілер шағын кәсіпкерлерге азын-аулақ қаражатқа жоғарғы деңгейде есепшілік қызмет көрсетеді. Осы бір табыспен гүлденген бизнеске оны арнайы білімі мен ұшы-қиыры жоқ арманы жетелегені сөзсіз. Тек соңғы жылдың өзінде ол дүкен сатушысы болған кезінде алған айлығынан 10 есе артық салық төлейді. Оның табысының негізгі көзі дұрыс ой еді. Жұмыссыз қалған саудагерге осы бір ойды айтып берген адам ретінде ендігі сөз болатын жаңа ой сізге тіптен мол қаржы әкелеріне сенімдімін. Бұл ой маған алғаш рет бөлшек сауданы тастап, көтерме саудамен айналысқан адаммен сөйлескеннен кейін келген еді. Аталған жоспарды оның жұмыссыздығын шешудің бірден-бір жолы ретінде ұсынғанымда, ол маған бұл ойыңыз ұнады, бірақ мұны қалайша қолма-қол ақшаға айырбастауға болатынын білмеймін, деп жауап берген болатын. Ол өзінің бухгалтерлік білімін қалай іске асырып пайда табуды білмейтіндігін айтып шағымданған еді. Осыған байланысты тез арада шешілуі қажет жаңа мәселе туындады. Машинка басушы қыздың көмегімен қолда бар барлық құжаттың басын құрау арқылы бухгалтерлік өнер туралы бухгалтерліктің жаңа жүйесі саналатын жылжымалы бухгалтерия хақында кереметтей бір кітап басып шығардық. Кітапты жарыққа шығарғанымыздың тиімді болғаны соншалық, көп уақыт өтпей бұл істің иесінің тапсырысы тіптен арта түсті. Қалай жұмыс табуға болады? Жоспар кітап жазыңыз. Біздің елімізде жеке тұлғаның қызметін жарнамалаудың жолдарын жетік білетін сауда-саттық мамандарының қызметіне мұқтаж мыңдаған адам бар. Төмендегі айтылған ой осындай адамдардың қажеттілігінен келіп туындады. Бірақ ол бір ғана адамның қажеттілігін өтеуге бағытталмайды. Бұл керемет ойлардың иесі арманды шындыққа ұластыра алатын адам. Ол өз идеясынан жаңа мамандықты көре білді. Осылайша саудаға қатысты ақыл-кеңеске мұқтаж жандарды жолға салатын су жаңа жұмыс түрі пайда болды. Бұл әйел колледжді енді ғана тамамдап, жұмысқа орналаса алмай жүрген баласына және сол сияқты көп адамға көмектесу ниетімен жеке тұлға қызметін жарнамалау жөнінде теңдесі жоқ жоспар құра білді. Әйелдің өз баласы үшін жасап шығарған ғажап жоспарын мен бұрын-соңды көрмегенмін. Кітап жазылып біткен кезде ол тек 50 беттен ғана тұратын еді. Сондай бола тұра ондағы ақпарат жүйелі түрде берілген және әйел бұл кітапта баласының неге қабілетті екенін, мектепте оның қалай оқығандығын, өмірден алған тәжірибесін және тағы сол секілді басқа да жағдайларды бастан аяқ тәптіштеп суреттеп берген еді. Жоба кітап. Сонымен қатар бұл әйелдің баласының қандай мамандық иесі болғысы келетінін, сол мамандыққа қол жеткізуі үшін қандай жұмыс істеу керегі жөнінде де әңгіме қозғайды. Бұл жоба кітапты дайындауға бірнеше ғана апта кетті. Осы арада кітаптың авторы қызметін жарнамалау үшін не істеу керегін біліп келу мақсатымен ұлын көпшілік кітапханаға күн сайын үзбей жіберіп отырды. Сонымен қатар ұлының армандаған жұмысына қол жеткізуіне көмектесу мақсатымен бұл әйел ұлын анда-санда бәсекелестеріне де жіберіп тұратын. Осылайша оның ұлы бәсекелестерінің бизнес жобаларымен, оларды іске асыру тәсілдерімен жете таныса алды. Жоспар жасалып біткен кезде кітапта болашақ жұмыс берушілерге арналған баға жетпес ақыл-кеңестер енгізіліп, оқырманға жол тартты. Мансап жасауға жұмсалатын 10 жылыңды қалай текке сарп етуге болады? Кейбір жандардың көкейінде бір жұмысқа қол жеткізу үшін мұнша бұрқан-талқан болып қиналудың қажеті бар ма деген сұрақ туындауы мүмкін. Бұған берер жауабым мынау:
жұмысты тиянақты істесең еш қиналмайсың. Бұл әйелдің баласына көмектесу үшін жасаған жоспары бірінші сұхбаттасудан кейін-ақ ұлының армандаған жалақысы жоғары жұмысына қол жеткізуіне көмектесті. Оның үстіне бұл жігіт еңбек жолын төменгі сатыдан емес, бірден атқарушы менеджердің көмекшісі қызметінен бастап жоғары жалақыға ие болды. Мұның бәрі бізге не үшін қажет? Бірінші айтарымыз, жұмысқа орналасу үшін берген өтінішінде жігіттің жұмыс жоспарын қысқа да нұсқа түрде көрсеткенінің арқасында жұмыс берушілер одан 10 жылдық жұмыс тәжірибесінің болуын және осы қызметке кірісу үшін бәрін басынан бастауды талап етпеді. Әрине, тәжірибе жинау үшін төменнен бастап, сосын ғана мансап баспалдағымен жоғары көтерілуі орынды болар. Бірақ оған қарсы айтар уәжіміз де бар. Төменнен бастағандардың көпшілігінің жұмыстан бастарын көтеріп, жоғарыға ұмтылуы үшін мүмкіндік туа бермейді. Сол себепті олар төменде қала береді. Жай ғана төменнен жоғары қарау немесе жоғары ұмтылу үнемі дерлік жақсы нәтижеге жеткізбейді. Керісінше, ол адамның биікке ұмтылған талабын, жоғары мансапқа жетсем деген арманын сөндіруі де ғажап емес. Біз оны жағдайға мойынсыну дейміз, яғни күнделікті күйбең тіршілікті сөзсіз қабылдау арқылы тағдырымызды қолдан жасап аламыз. Ал күнделікті күйбең тіршіліктің әдетке айналатындығы сонша, одан арылуды ойлап бас қатырып жатпаймыз да. Бұл неге төменнен емес, бір-екі саты жоғарыдан бастау керек екенін түсіндіріп бермек. Бір-екі саты жоғарыдан бастау арқылы айналамызға көз жіберіп, басқалардың алға қалай жылжып бара жатқандығын бақылау мүмкіндігі пайда болады. Осылайша алдыңызда кең жолдар ашылып, жоғары өрлеу мүмкіндігі пайда болған сәтте ойланбастан-ақ жоғарыға самғайтын боласыз. Әлем жеңімпаздарды ұнатады. Менің айтқандарымның айқын көрінісі ретінде Дэн Галпинді атауға болады. Университет табалдырығында жүрген кезде ол Кнут Рокненің басшылығымен атақты Нотр-Дам футбол командасының 1930 жылғы ұлттық чемпионатының менеджері болған еді. Галпин университетті тамамдаған сәтте сондай бір шақ туды. Алапат тоқырау орнап, жұмыс орындары қысқартыла бастаған еді. Инвестициялық банк және кино өндірісі саласының ортасында біраз сабылып жүргеннен кейін ол делдалдық жасау арқылы тыңдау құрылғыларын сатуға бел буады. Кез келген адамның осындай жұмыспен айналысып, бизнесін бастауға мүмкіндігі барын білген Галпин, мұндай жұмыс қалауын тапса, табыс есігін айқара ашатындығын да жақсы ұғынды. Ол 2 жыл бойы жаны қалмайтын жұмыспен айналысып жүрді. Егер ол әрекетке көшіп, өмірін басқа арнаға бұруға ұмтылмаса, осы күйінде қалар еді. Алдымен өзі жұмыс істеп жүрген компаниясының сауда менеджерінің көмекшісі болсам деп армандады. Сөйтіп оған қол жеткізді. Басқа жұмысшылардың арасынан оның осылайша сытылып алға шығуы бұдан да биікке ұмтылуға болады деген ойға жеткізеді. Ал жаңа жұмыс мүмкіндіктердің нағыз қайнар көзіне айналды. Галпин бұл саудадан көп пайдаға кенеліп, атағы бәсекелес компанияның директорлар кеңесінің төрағасы Эндрюге де жетеді. Диктография компаниясының ертеден келе жатқан дәстүрлі сату үрдісін тас-талқан қылған адаммен жақын танысқысы келген Эндрю мырза Галпинге кісі жібереді. Сұхбат аяқталған соң Галпин акустикалық құрылғыларды сату бойынша сауда менеджері қызметіне тағайындалады. Эндрю мырза жас Галпиннің мінезін, қайрат-жігерін сынап көру үшін компанияның бар тірлігін мұның мойнына артып, 3 аптаға іссапармен Флоридаға жол тартады. Галпиннің алдында 2 жол тұрды. Не құрдымға кетеді, не табысы артқан үстіне арта түседі. Бірақ ол құрдымға кетпеді. Оны Кнут Рокненнің адамдарға жеңіс тұғырындағылар ғана қажет, сәтсіз адамдар ешкімге керек емес деген сөзінің жігерлендіргені соншалық аталмыш компанияның вице-президенті лауазымына дейін көтеріледі. Осылайша кейбіреулер ондаған жыл бойы қажырлы еңбек етіп жүрсе де жете алмайтын қызметке Галпин 6 айға жетер-жетпес уақытта тағайындалады. Айтылған ойлар арқылы оқырмандар назарын аударғым келіп отырған басты нәрсем, мансап сатысымен жоғары өрлейміз бе, әлде сол орнымызда қала береміз бе? Барлығы өзіңізге байланысты. Қызметтер нарығында мүмкіндігіңізді көрсете аласыз.
ұлы үшін жеке тұлға қызметін пайдалану жоспарын жасаған әйелге дүниенің түкпір-түкпірінен мол табысқа қол жеткізуге септесетін жоспар жасауға жәрдемдесуін өтінген хаттар ағылған. Ол әйелдің жоспары адамдардың сатқан өнімінен де көп пайда табуға көмектесуге бағытталған десек, қателеспеген болар едік. Жоспар жасау барысында ол кісі сатушылардың ғана емес, сатып алушылардың да мақсат-мүдделерін естен шығармайды. Және оның жоспары жұмыс берушінің төлеген әрбір қосымша ақысының құнын толығымен өтеп алуына бағытталған. Егер сіз шабытыңызға ерік беріп, қызметіңіздің өтеуіне бола алатын пайда көзін іздестіріп жүрген болсаңыз, төменде көрсетілген жоспардың сізге жол сілтей алатыны сөзсіз. Бұл ой жоғары білімді орнатқан дәрігер, заңгер немесе инженердің табысынан да мол табыс әкелетіндігіне сөзсіз сөз беремін. Жасампаз идеялардың құнын өлшеуге келмейді. Айтылған ойдың негізгі түйіні арнайы білім. Байлыққа белшесінен батып, ақшаның астында қала алмай жүрген адамдарға қажетті басты нәрсе арнайы білім. Оның құндылығы жоғары болумен қатар, қол жеткізу де жеңілірек болмақ. Бұл ойдың шындыққа жанасатындығы соншалық басқаларға көмектесе білетін, сондай-ақ басқалардың өз қызметтерін жарнамалауына жағдай жасауға талпынатын адамдар үшін мүмкіндік есігі үнемі ашық. Әрі оларға сұраныс та көп. Қабілет дегеніміз қиялдай білу. Бұл арнайы білімді оймен сабақтастыра алатын ұйымдасқан жоспар түрінде адамдарды байлыққа жеткізетін қиялдың бір түрі. Сіз қиялға ерік бере білсеңіз, ол сіздің армандаған байлығыңызға жол ашып, табысқа жеткізер арманға жетелейді. Есіңізде болсын, ең басты байлығыңыз идеяңыз. Ал арнайы білімді алу қиын шаруа емес.